Басым ауырып тұрген естісем екен. Бәрі жүгірейін. Мынау басқа, мынау ішке. Ел алғыш бәрі жасайшы. Егерде адамда құсу, жүрек айну, аяқ қолының дірілдеуі, тыныстың дауылы болса, бұл дегеніміз дәріден улануды көрсетеді. Осындай жағдайда алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Егерде адамның есі анық болса, онда біз оны жұлқылап, бетінен ұрып, тоқтатпауымыз керек. Егерде адам есін жоғалтқан болса, онда оны қырынан жатқызып, оның пульсін, тынысын тексеріп отырамыз. Егерде құсу болған жағдайда біз науқасты шалқасына жатқызбауымыз керек. Яғни науқастың тұншығып қалуы мүмкін. Әрі қарай жедел жәрдем келем дегенше науқастың жағдай бақылап, біз оның дәрісінің атын анықтап, сақтап қоюымыз керек.